YouTube'тың сіз білуге тиіс 30 қағидасы. Менің есімім Санат, жалғыз жолаушы YouTube арнасының авторымын және сіздің YouTube көмекшіңізбін. Ендеше бірден баста. Ең бірінші сіздің мақсатыңыз нақты аудиторияны жинау. Ол аудитория сізді жақсы көру керек, сіздің шығармашылығыңызды ұнатуы керек. Дауыс бәрінен маңызды. Сіздің видеоңыз қараңғы болуы мүмкін, немесе стабилизациясы жоқ болуы мүмкін, бірақ дауысы жақсы болса, оны адамдар қарайды. Егер сіздің видеоңыз керемет әдемі, бірақ дауысы онша емес болса, онда оны кешіріңіздер қарамайды. Сондықтан дауыс бәрінен маңызды. YouTube-тің ішкі құрылымы бұл жетістіктің небәрі 33%. Қалған 33% ол тақырып, ал 33% превью, обложка, ал қалған 1% ол сіздің сәттілігіңіз. Аудитория сіздің видеоңызды неғұрлым ұзағырақ көрсе, соғұрлым жақсы. Ұзағырақ дегеніміз сіздің толық видеоңыздың 40%. Тайм-код өте қажет. Бұл кітаптың кіріспесі сияқты. Нешінші бетте нені оқимын деген, ал көрерменге бұл маңызды. Лайк, комментарий және жазылуды сұрау керек, бірақ креативті. Негізі, егер сіз айтпасаңыз, сұрамасаңыз, онда әдеттегіден 20%-ға аз болады деген статистика бойынша. YouTube канал бастамас бұрын 10 видеоға идея жазып қойыңыз. Егер сізде 10 видео табылса, онда 100 видеода табылады деген сөз. Бір видеоны жүктеймін, танымал болып кетемін деген ойдан аулақ болыңыз. YouTube ол ұзақ жұмысты талап етеді. YouTube тұрақтылықты жақсы көреді. Кемінде айына 1 немесе 2 видео салу керек. YouTube арна бастағанда ескірмейтін видеоларды салған дұрыс. Кейін болсын, сіздің видеоңыздың рекомендацияға шығып кету мүмкіндігі жоғары болады. Біреудің видеосын ұрлаған дұрыс емес, ал біреудің форматын ұрлау ол өнер. Суретшілер сияқты ұрлау керек. YouTube-ға тек монетизация үшін келмеңіз. Адамдарға қызықты, пайдалы дүниеңіз болса, соны бөлісуді бірінші мақсат қып қойыңыз. Көрермен барлығымызға жетеді. Сіздің бастайтын салаңызда конкуренция көп болса, блогерлер көп болса, сіз қорықпаңыз. Камераның алдында сөйлеуді үйреніңіз, даусыңызға жаттығуды жасаңыз. Кейін сіз жарнама жасасаңыз да өзіңіздің түріңізді сатуыңыз керек. YouTube арнаны ақшасыз бастауға болады. Егер сіз үйдің ішінде, өзіңіздің телефоныңызбен, өзіңіз жарық қойып түсірсеңіз. Әрине, мысал телефонды сатып алудың өзі де ақша ғой, негізі түптеп келгенде. Егер түсіре алмасаңыз, монтаждай алмасаңыз, онда бұл қып-қызыл шығын болады. YouTube 1000 қаралым үшін қанша төлейді? Орта есеппен 50 центтен ары қарай кете береді. Бұл енді жарнама берушінің тапсырысына байланысты. YouTube-та видеоны жарнамалау деген бар. Енді Instagram-дағы таргет сияқты ғой. Google-дан арзан рекламаны сатып алудың қажеті жоқ. Одан да біліміңізді арттырыңыз. Мен сізге көмектесем, қалай видеоны кеңірек таратуға болады, және қалай монтаж жасауға болады, қалай түсіруге болады. Сондықтан тек біліміңізді арттыру арқылы жетістікке жетесіз. Ол үшін төмендегі нөмірге хабарласыңыз. Видеоны қай уақытта жариялаған дұрыс? Біреулер айтады таңертең, біреулер түсте, біреулер кешке дейді. Шын мәнінде өмір тоқтамайды. Кез келген уақытта видеоны жариялай беріңіз. Описанияда не болу керек? Ол видео туралы қысқа нұсқа мәліметтер. Видеоларым атпай жатыр. Не істеу керек? Онда видеоның сапасын өзгерту керек, немесе бағытыңызды өзгертуіңіз қажет. Әйтеуір бір нәрсені өзгерту керек. YouTube-қа видеоңызды жүктедіңіз бе? Оның сілтемесін өзіңіздің жеке парақшаларыңызда бөлісіңіз. YouTube оны жақсы көреді. Сообщество деген бөлімде фото-посттарды жариялап отырыңыз. Бұл сіздің аудиторияңызбен қарым-қатынасыңызды нығайтады. Бір видеодан бірнеше контент әзірлеуге болады. Оның қиындыларын шортсқа салыңыз. Кейбір кезде шортстың қаралымы негізгі видеодан көп болады. Авторлық құқықты бұзбаңыз, біреудің видеосын ұрламаңыз. Егер сіз біреудің видеосын ұрласаңыз, сізде 1000 оқырман болғанда, 4000 сағат орындалғанда, сіздің видеоңызды монетизацияға жібермейді. Және ең бастысы, YouTube көрерменді ең бірінші орынға қояды. Сіздің арнаңыз өзіңіздің арнаңыз емес, ол көрерменге тиесілі. Егер көрермен қаласа, сіздің арнаңызды жоқ қылып та жібере алады. Сондықтан достар, көрерменді сыйлайық. Сіздермен болған Санат, жақсы адамдардың санатында болыңыз, және не бастасаңыз да бірден бастаңыз.